Жаһан тарихында өшпес із қалдырған бейтакрар тарихи тұлғалардан бірі Захриддин Мұхаммед Бабур. Ол шайыр, энциклопедист алым, мемлекеттік қайраткер һәм шебер саркарда сыпатында бүткіл дүнияға белгілі тарихи тұлға есептеледі. Оның дөретушілігі милли мирасымыздың дүрданалары болып қалмастан, халқымыздың әдеби эстетикалық санасының қалыптасуында, сондай-ақ жаһан әдебиеті, ілімі һәм мемлекетшілігі тарихында айрықша орынға ие. 14 февраль Захриддин Мұхаммед Бабурдың туылған күні сыпатында кең түрде белгіленеді. Биыл ұлы данышпанның 543 жылығы мөнәсәбәтімен республикамызда түрлі лажлар өткерілмекте. Ұлы Әмір Тимурдың 5-ші әулады, өзбек классикалық әдебиетінің белгілі уәкілі, ұлы шайыр, тарихшы, географ, мемлекеттік іскер һәм қабілетлі саркарда, Бабурилер династиясының текашысы, Тимури шахзада Захриддин Мұхаммед ибн Омар Шайх мырза 1483 жылы 14 февральда Анчанда туылған. Бабурдың әкесі Омар Шайх мырза Ферғана уәлаяты хакімі, анасы Құтлы Нигар ханым Ташкент хакімі Юнус ханның қызы болған. Бабурдың жаслығы Анчанда өткен. Ол бәрше Тимури шахзадалар сияқты арнаулы тәрбиешілер, белгілі ұламалар ұстазлығында әскери тәлім алып, араб һәм парсы тілдерін үйренеді. Көплеген тарихи һәм әдеби шығармаларды оқиды. Ілімге һәм қосыққа қызыға басылайды. Әкесі 39 жасында қайтыс болғаннан соң шаңарақтың үлкен перзенті 12 жасар Бабур мирасқор сыпатында тақтқа отырады. Ол 18-19 жасларында рубай һәм ғазилер жаза басылаған. Әжінез атындағы Нокс мемлекеттік педагогикалық институтында ұлы данышпанның өмірі һәм дөретушілігіне бағышланып үлкемлестірілген ilmiy конференцияда сөзге шыққанlar, ғарисізлік жылдарында Захриддин Мұхаммед Бабурдың өмірі һәм дөретушілігін әр тәреплеме терең үйрену, оның шығармаларын еліміз һәм шет ел мемлекеттерінде кеңінен үгіт насихатлау бойынша әмелге асырылып отырған көлемлі істер хақында сөз етті. Бабур kabi vatandan uzoqda yashab, vatanni kuylagan, lirik she'rlarda yorga, ishq, odamga, uning ma'rifatiga hissa qo'sha olgan asarlari orqali bugungi kundagi har bir kitobxonning qalbigacha yetib boradigan satrlarni jo qilgan ijodkorni uchratish kamdan kam. Bunday ijodkorlar jahon adabiy merosi, madaniyati, adabiyoti ravnaqiga hissa qo'sha olgan hisoblanadi. Chunki 16-19 asrlardayoq asarlar bir necha bor qator Yevropa tillariga tarjima qilinadi. İnsanlar tomonidan haligacha o'rganishda davom etilmoqda. Захриддин Muhammad Boburning bugungi kungacha ijodiy merosda bizga 4000 misradan ortiqroq bo'lgan she'rlar yetib kelgan. Ya'ni 400 ga yaqin she'r, g'azal, ruboiy, tuyuq, qit'a, fardlari bugun adabiyotimiz ravnaqiga ham o'zining bir salmoqli hissasini qo'shib kelmoqda. Bobur nafaqat shoir bo'lib qolgani yo'q. U 20 yoshlardanoq xatti Boburiy degan alifbo yaratgan edi. To'g'ri, mana shu alifbo ijtimoiy hayotda kam qo'llanilgan bo'lsa ham, lekin o'sha davr uchun juda katta voqelik bo'lib xizmat qildi. O'zining Aruzga oid bo'lgan risolasi orqali bugungi kunga adabiyotshunoslar haligacha uni o'rganishda davom etmoqda. Yoki Kobul devoni, boshqa devonlari ham bugungi she'riyatimizda haligacha uni o'rganishga bir sabab bo'lib kelayotgan omillardan hisoblanadi. Ләж барысында баянатшылар Бабурдың атын дүнияға танытқан шығармасы Бабурнама бойынша да мағлуматларға тоқталып өтті. Бабурнама шығармасы Тимурилер тарихы хақында толық сөз етуші, көлемлі дерек болып, шығарманың 10-нан артық қолжазба нұсқалары Өзбекстан Ілімдер Академиясы Шығыстану институтында сақланады. Көплеген дүниялық солар қатарында парсы, инглиз, рус, түрік, голланд, француз һәм япон тілдеріне аудармаланған. Захриддин Мұхаммед Бабур өз дәуірінің, өз заманының академигі болды. Бір ғана Бабурнама кітабының өзінде қазіргі орта білім, жалпы білім беретін мектептерде оқытылатын пәндер туралы толық мәліметтер беріледі. Себебі Захриддин Мұхаммед Бабурдың Бабурнама кітабында оның ішінде мынау сәулет өнері бойынша да, география бойынша да, анатомия бойынша да, тарих бойынша, жалпы филология бойынша көптеген мәліметтер беріледі. Захриддин Мұхаммед Бабурдың шығармашылығы түркі халықтарына да ортақ шығарма деп білеміз. Демек, Бабурнама шығармашылығы сол қазіргі кездің Нобель сыйлығына лайықты үлкен шығарма деп тануымызға болады. Хақиқатында да Захриддин Мұхаммед Бабур халқымыздың ұлы перзенті болып, өзінің көп қырлы іскерлігі һәм дөретушілік дүрданалары менен жаһан мәдениеті тарихына лайықлы үлес қосты. Ләж барысында жастарға ұлы тұлғаның өмір жолын һәм дөретушілігін үгіт насихатлау бағыттарында да пікір ұсыныстар білдірілді.